Сәлем кішкентай дос, еркелерге ертегі каналына бүгін жазылған болсаң қош келдің. Сонымен мен өзімнің ойымнан құрастырған тағы бір ертегіні саған айтып беруге дайынмын. Тыңдадың ба? Құстың дауысын, көкектің дауысын естіп көріп пе едің бұған дейін? Ендеше тыңдай ғой. Әдемі, иә? Ал бүгінгі ертегі көкек пен торғай туралы. Орманда көптеген құстар тату-тәтті өмір сүріпті. Соның ішінде көкек келіп, қанатын жайып, ағаштың бұтасына қонып. Ал достар, осы орманда мекен ететін торғай екеумізді салыстырғанда сұлулық жағынан кім бірінші орын алады? Айтыңдаршы, дейді. Бұны естіген қарға: қар, мен секілді қап-қара емессің. Әрине көкек, сен сұлусың. Торғай деген не? Түсі қоп-қоңыр, өзі кіп-кішкентай, түр десе түр жоқ. Қар, дейді. Сауысқан болса, қанатын жайып, сақ-сақ етіп: көкек дос, әрине сен сұлусың. Торғайдың ешқандай да сұлу жерін көріп тұрғаным жоқ. Сенің даусың көк-көк дегенде әдем шығады. Торғай болса хиқ, дауысы да естілмейді. Сондықтан мен үшін орманда әрине торғайға қарағанда көкек сұлу, дейді. Бір кезде еменнен ұйқысынан енді оянып, көзін сипап, жапалақ тұрады. Бұл жерде не шу, достар? Ұйқымнан ояттыңдар ой. Сол кезде көкек тұрып: жапалақ, көпті көргеніңіз бар, түнімен ұшасыз, осы орманда торғай сұлу ма, мен сұлумын ба? Деп сұрақ қояды. Жапалақ әрине: ой көкек жан, өзім секілді қанатыңды сермеп ұшқан кезде әрине сен сұлу. Сенің қасыңда торғай кім? Қатырасың ей, дейді. Сонымен құстар ормандағы ең сұлу құс көкек екен деп жан жаққа ұшып, жамырап кете бастайды. Күндердің күнінде көктем келіп, құстардың барлығы ұя сала бастайды. Көкек ән айтып, қыдырып, ұя салуға мүлде уақыты да көңілі де болмай жүре береді. Бұл орманда мен сұлу, менен асқан кім сұлу? Көк деп әнін айтып сайрап жүре береді. Бір күні көкек жұмыртқа салатын есіне түсіп: енді қайттым, дейді. Айналада қараса, барлық құстар ұя салып, жұмыртқа салып жатыр. Енді не істеймін, мен жұмыртқамды қайда апарсам екен деп қарайды. Қараса, торғайдың ұясы бос тұр екен, ішінде 3-4 жұмыртқа жатыр. Көкек ешкім көріп тұрған жоқ па екен? Тезірек торғайдың ұясына барып, жұмыртқаларымды салып жіберейін деп, білдіртпей өзінің 3 жұмыртқасын салып жіберіпті. Торғай болса, азығын теріп ұясына келсе, жұмыртқалар жатыр екен бөтен. Бірақ менің жұмыртқам емес қой. Не істесем екен деп ойланады. Не болса да балапандарға обал ғой деп, торғай ол жұмыртқаларды өзінің балапандарымен бірге басып шығарады. Сөйтіп, ормандағы құстар көкектің жұмыртқасын торғайдың ұясына салып кеткенін бір-бірінен естіп қойып, мынадай шешімге келеді: достар, біз қателесіппіз. Бұл орманда көкекті торғайдан сұлу деп жүрсек, торғайдың жүрегі сұлу екен. Көкектің балапандарын асырап жүр, жұмыртқасын басып берді. Сондықтан сыртқы сұлулық емес, ішкі жан сұлулыққа мән беру керек екен. Торғай, жарайсың, ең мейірімді құс сен болдың бүгіннен бастап, жарайсың деп қол соғыпты. Содан бастап көкек ұялып, құстарға көрінбей, алыстағы ағаштарға барып, жай ғана деп ән салатын болыпты. Бірақ ол өзге құстардың ұясына жұмыртқасын тастап кетуді еш доғармапты. Ал балалар, сіздер қалай ойлайсыздар? Кім сұлу?
көкек пе торғай ма? Комментарийге жаза кетіңіз. Ал егер сіз көкекті мүлде көрмеген болсаңыз, интернетте Google арқылы қарасаңыз болады, немесе орман тоғай жақын болса үйіңіздің қасында ата-анаңызға өтініш айтып бірге қыдырсаңдар болады. Бүгінше осы. Каналға жазылу үшін достарыңа бөлісіп, анау қоңырау белгісін бас. Сол кезде жаңадан түскен ертегіні ең бірінші болып білетін боласың. Кездескенше!